Қош келдіңіздер достар. Бүгінгі шығарылымда бай болудың жеңіл 10 құпиясы жайында айтатын боламыз. Қызық, бай және танымал адамдардың бізден қандай ерекшеліктері бар екен? Мүмкін таныс тамырлары, тіректері, бәлкім сәттілік немесе қандай да бір сиқыр. Тіпті осы аталғандардың барлығы да бар шығар. Дәл осы видеода өз күшімен көтерілген әйгілі бай адамдар жайында білетін боламыз. Оларға еңбекқорлық, табандылық және ерекше ойлау қабілеттері серік болса керек. Сіз білесіз бе? Әйгілі тұлғалардан үлгі алып, өзіңіздің қаржылық жағдайыңызды жақсартуыңызға болады. Сіздің назарыңызға бай және табысты болуға көмектесетін 10 тәсілді ұсынамыз. Ал осы маңызды іске кірісер алдында біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Себебі алда өте қызықты әрі пайдалы контенттер жарық көретін болады. Қазіргі таңда көптеген адамдар шынайы өмірін жасырып, әлеуметтік желілерде қымбат ресторан, көлік немесе тағы да қымбат әрі әдемі нәрселерді жүктеп, басқалардың назарына әдеттегі өміріне жанаспайтын нәрселерді ұсынып жатады. Ондағы мақсаттары басқалардың ішін күйдіру. Өзіңіз ойлап көріңіз, бар ақшаңызды басқалардың алдында мақтану үшін құртқаныңыздан сіздің өміріңіз өзгеріп кетпейді. Сонымен қатар, сізге өзгелердің сіздің өміріңіз немесе материалдық жағдайыңыз туралы не ойлайтынының қандай пайдасы бар? Шын мәнінде, табысты адамдар өз уақыттарын болмайтын нәрселерге жұмсамайды. Өздерінің шынайы өміріне нақты қарайды. Олар өздеріне қызықты әрі пайдалы ұнайтын нәрселермен ғана шұғылданады. Марк Цукерберг немесе Илона Маскаға қараңыз. Олар өздерінің таланты мен сүйікті ісінің арқасында дүние жүзіне танымал ең бай адамдар атанды. Бәлкім, сізге де өзіңізге ұнайтын іспен айналысатын уақыт келген шығар. Бізге қандай да бір мүмкіндік түсіп жатса, алдын ала жаман ойлап, оның нәтижесі біз күткендей болмайды деп алдын ала тон пішіп жатамыз. Осы мүмкіндікті пайдаланбастан, оны құр жіберіп немесе қорқып бас тартатын кездерде болады. Осындай кері тартпа әдеттерден арылу үшін кез келген мүмкіндікке сіздің өсуіңізге берілген мүмкіндік деп қараңыз. Және дәл осы мүмкіндіктер сіздің күштірек және табыстырақ болуыңызға жол ашатынына кәміл сеніңіз. Әрине, барлық талпыныстар сәтті аяқталмайды. Бір сәтсіздік болса, өзіңізді кінәлап, кері шегінбеңіз. Сәттілік оңай берілмейді және оған апарар жол әрқашанда тік болмайды. Сенесіз бе, сенбейсіз бе, бірақ барлық табысты тұлғалар сәттілікке жету үшін сіз сияқты қиын сынақтардан өтті. Олардың қиыншылықтарға төтеп бере білу қасиеттері оларды дара әрі табысты етті. Сондықтан да өз қателіктеріңізден сабақ ала біліңіз және қателіктерсіз өсу мүмкін еместігін естен шығармаңыз. Ең бастысы өзіңізге деген сенімділікпен арманыңыздың орындалатынына сену. Статистикаға сүйенсек, дүние жүзіндегі бай әрі танымал жандардың 80% іс шаруаларының тізімін жасайды және сол бойынша әрекет етеді. Ойлап қарасаңыз, бұны біздің барлығымыз жасауымыз керек. Шаруалардың тізімі әрбір күніңіздің картасы және қай кезде қай шаруаны бастау және аяқтап үлгеру керектігін, сонымен қатар қай уақытта демалатыныңызды көрсетеді. Егер сіз шаруаларыңызды үнемі кешіктіріп немесе тиянақсыз атқаратын болсаңыз, бұл тізімді жүргізу сіз үшін өте пайдалы болмақ. Естеріңізде болсын, шаруалардың тізімін жасау сізді табысты етпейді. Ол үшін сіз сол шаруаларды жазып қана қоймай орындауыңыз керек. Бұл сізді сәттілікке жетелейді.
Соңғы зерттеулерге қарағанда, бай адамдар әңгімелесу барысында өзгелерді көп тыңдайды. Әрине, сәтті әңгімелесудің құпиясы мұқият тыңдай білуде жатыр. Бұл сіздің серіктесіңіздің немесе әріптесіңіздің идеясын және нақты пікірін дұрыс түсінуге көмектеседі. Өзгелерді тыңдай білу қабілеті әлемді басқалардың көзімен қарауға мүмкіндік береді. Бұл барлығымыз үшін қандай мамандықта жұмыс істегенімізге қарамастан маңызды нәрсе. Өзгелердің мұқтаждығы мен әрекетін түсіне білу сіздің мақсаттық аудиторияңыз бен клиенттеріңізді түсінуге көмектеседі. Бұл нені білдіретінін білесіз бе? Қыруар кірістер деген сөз. Бай адамдар өздерінің араласатын ортасының маңыздылығын жақсы түсінеді және достар таңдауда өте мұқият болады. Сіз бұрын мына сөздерді естідіңіз бе? Ақылы таяз адамдар адамдарды талқылайды, ал орташа ақылды адамдар оқиғаларды талқылайды, ал данышпан адамдар идеяларды талқылайды. Бұл таза шындық. Егер сіз араласатын адамдар сәттілік пен жаңа идеялар жайлы айтатын болса, сонымен қатар бір-біріне мотивация беретін болса, сіздің табысты әрі бай болудан басқа амалыңыз қалмайды. Бұл керемет емес пе? Ал егер сіз араласатын адамдар өзгелерді немесе танымал адамдардың өмірі жайлы өсектерді теретін болса, осындай достармен араласу сіздің өсуіңізге ешқандай да мүмкіндік бермейді. Өзіңіз ойлап көріңіз, сіздің достарыңыз сізге мотивация бере ме? Егер жоқ болса, сізге жақсылап ойлану артық етпейді. Сіз әдетте бір нәрсені білмеген кезде не істейсіз? Дәл сол сұраққа жауап іздей бастайсыз ба? Әлде ол туралы ұмытып кетесіз бе? Егер бірінші вариант сізге көбірек келсе, сіз сәттілікке апарар жолдасыз. Бай адамдар өздері жауабын білмеген нәрселерді жай қалдырғанды ұнатпайды. Егер өздері білмесе, басқалардан сұрайды. Сондықтан да табысты адамдардың айналасында үнемі кеңес беретін достары мен серіктестері көп болады. Сондықтан да сіздің мен білмеймін деген сөзіңіз сізге жаңа нәрсені ашуға мүмкіндік беруі керек. Сол себепті үнемі біліміңізді толықтырыңыз және оқуды ешқашан тоқтатпаңыз. Өкінішке орай, қазіргі таңда көптеген адамдар бір нәрсе үшін ғана алаңдайды және қиналады. Ол ақша. Олар кішігірім ақша жұмсауға байсалды қарайды, ал ірі шығындарға келгенде аяқ тартады. Тіпті өзінің дамуына да ақша құюға жүрексінеді. Өз-өзіңізге инвестиция құю дегеніміз дамыту курстарына жазылу, пайдалы конференцияларға бару. Әрине, ақылды адамдар осындай пайдалы нәрселерге ақша жұмсауға қорықпайды. Себебі олар бұған шығын ретінде қарамайды. Керісінше, өздеріне құйған инвестиция ретінде санайды. Есіңізде болсын, жатқан тастың астынан су ақпайды. Егер сәттілікке жеткіңіз келсе, әрекет етіңіз, өзіңізді дамытыңыз. Бай адамдар өздерінің компанияларын олардың тиімділігін қолдана отырып басқарады. Бұл орайда олар бір ғана қарапайым ережеге сүйенеді. Сізге компания, сіз оларға келетін құндылықтарға тікелей байланысты жалақы төлейді. Олар сіз жұмсаған уақытқа емес, түскен нәтижеге назар аударады. Сіз белгілі бір жобамен күні-түні айналыса аласыз. Бірақ сіздің қосқан физикалық үлесіңіз үнемі сіз күткен қаржылық нәтижені әкелмейді. Сондықтан да барлығы баланста болуы керек. Егер сіз басқалардың қажеттілігіне сүйене отырып, оларға пайдалы нәрсені жасасаңыз, еңбегіңіздің жемісі сізді
ұзақ күттірмейді. Сондықтан да сіздің мақсатыңыз басқалардан көп жұмыс істеу емес, нарықта жоқ жаңа нәрсені жасау. Жақында ғана экономистер есептелінген шығындар деген жаңа терминді ойлап тапты. Бұл басқа баламаны таңдау нәтижесінде басқа баламадан айырылу дегенді білдіреді. Бұның пайда мен сәттілікке қандай қатысы бар? Бай адамдар қалаған барлық баламаларын бірден алғанды жөн санайды. Ал кедейлер таңдау жасайды. Сіздің $5 бар делік. Сізге балмұздақ немесе сағыз қорабын таңдау керек. Көп ойланғаннан кейін сіз балмұздақты сатып алуға бел буасыз. Бұл дегеніміз сізде сағыз болмайды деген сөз. Ал табысты адам мүлдем басқа шешім қабылдайды. Соңында ол екі нәрсені де сатып ала алатын болады. Ол дәл осы ақшаға 24 бөтелкесі бар су қорабын сатып алады. Оларды 15 центтен өткен адамдарға сатады. Соңында оның қалтасында $12 болады және сағызды да балмұздақты да алатын ақша болады. Онысымен қоса $2 қалтасында қалады. Сіздің алдыңызда таңдау болған кезде осыны да басқасын да аламын деген тәсілді естен шығармаңыз. Иә, мен білемін. Бұл жайлы сіз 1045 рет естідіңіз. Алайда оқу сіздің өміріңізді шынымен де өзгерте алады. Дүние жүзіндегі ең табысты адамдар осы ережені растайды. Уоррен Баффет Американың ең бай кәсіпкерлерінің бірі. Ол өзінің сәттілік құпиясы кітап оқуға деген қызығушылығында екенін айтқан. Ол күнінің 80%-ын кітап оқуға арнайды. Баффеттен оның табыстылығының құпиясын сұраған кезде, ол өзінің жеке кітапханасын көрсетіп, күніне 500 бетті оқыңыздар. Білім жиналады және процент секілді көбейеді деген. Атақты кәсіпкер Илон Маск та кітапқа деген құмарлылығымен танымал. Ол өзін кітаптардың тәрбиелегенін және ракетаны құрастыруды кітаптардан үйренгенін айтқан. Билл Гейтс те кітап оқуды аса жақсы көрген. Ол жылына 50-ден аса деректі әдебиеттерді оқыған. Сондықтан да достар, кітап оқу адамның ойлау өрісін кеңейтеді және біліміңізді ұштайды. Бұл сізді өзгелерден ерекшелейді және басқалардан озық болуға мүмкіндік береді. Достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Бай әрі табысты болу үшін тағы да қандай ережелерді ұстану керек? Жауапты төменге пікір ретінде қалдырыңыздар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.